Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге YouTube арнамда бұжының рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді тағам. Ең алдымен малдың, яғни сиырдың жұмсақ етін аламыз. Осындай маған жұмсақ етін берді. Мен мықты ұсақ та емес, ірі де емес, осындай средний алып турап аламыз еттің бәрін. Одан кейін күрішімізді жақсылап жуып, етімізге саламыз. Оның үстіне тұзымызды, одан кейін вегетта деген приправа салдым. Бұны салмасаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Черный перец, чеснок және приправа салып жібердім тағы да үстіне. Сушеный чеснок және кәдімгі чеснокты теркіден өткізіп салдым. Одан кейін үстіне малдың қан соқтасы. Бұл малдың қан соқтасын мал сойып жатқанда ішіндегі қаны, өзінің қаны, өзінің майы алынады. Сол үшін бұжының дәмі ерекше және дәмді болып. Бұжының секреті осы. Неге көріп тұрғандарыңыздай, өзінің қаны мен майы. Қан соқта деп аталады. Ең соңында қан соқтамызды араластырып, жақсылап етімізді барлығын араластырамыз. Мінекей барлығын араластырып болдық. Енді бұжыны негізінде сиырдың бүйеніне саламыз. Менде бұл жерде бүйен екіге бөлінген. Сол үшін бұл бүйенге сыймайтын болғасын сиырдың тоқ шегін алдым. Мінекей бүйеннің бір жағын байлап аламыз. Жақсылап тұрып байлап аламыз. Екінші жағынан саламыз. Егер бір сиырдың бүтін бүйені болса, барлығы да толықтай сол бүйеннің ішіне салынады. Мінекей бүйен өте жалпақ келеді, салу ешқандай қиындық тудырмайды. Осылай салып, ауасын шығарып, қайтадан байлап тастаймыз. Қалған бөлігін тоқ шекке салдым. Мінекей менде осындай болып дайын болды. Мен бір бөлігін сіздерге пісіріп көрсетем, тоқ шекке салынған бөлігін. Осылай суға саламыз, салқын суға. Қақпағын жауып, кішкене қайнағанша күтеміз. Көбігі пайда бола бастағанда зубочисткімен немесе инемен тесіп жібереміз. Бізге бұл ішектің жыртылып кетпеуіне осылай 2 сағаттай қайнатамыз. Негізі бұжыны ет асқанда бешбармақпен пісірген дұрыс. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.